Бейнеролик 1xBet компаниясының қолдауымен түсірілген, тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативті қызмет және де жедел төлемдер. Спорттан хабарларыңыз болса және де аз емес ақшаны тез арада көтергілеріңіз келсе, дәл осы компания сіздерге арналған. 1xBet сілтемесі төменде. Гарет Бейл Реал сапындағы 100-ші голын соқты. Роналдудың жанұясында тағы бір қайғылы жағдай орын алды. Бартомеу Мессидің Барселонадағы болашағы жайлы оймен бөлісті. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар бүгінгі бейнероликте. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Лига 1-дің 24-ші тур аясындағы ПСЖ мен Бордо арасындағы матчте уругвайлық шабуылшы Эдисон Кавани жарақат алды. 42-ші минутте ойыншы пенальти соққысынан есепті ашып, командаластарынан құттықтауды алған соң бірден аяғын ұстап қалды. Кавани ойынды жалғастыра алмай 44-ші минутте Килиан Мбаппемен ауысты. Клубтың медициналық қызметкерлерінің сөзінше жарақат соншалықты ауыр болмаса да, Эдисон МЮ-ге қарсы матчты өткізіп алуы мүмкін. Неймар ауыр жарақатта, оған Кавани келіп қосылды. МЮ 1-4-ке тағы бір қадам жақындады. Эмилиано Саланың құрметіне кешегі Нант пен Ним клубтарының арасындағы матчтың билет құны небәрі 9 евроны құрады. Бұл аргентиналық футболшының символдық нөміріне байланысты болды. Нант клубының орта есеппен алғанда билет құны 150-ден 200 евроны құрайтын. Яғни 64-ден 85 мың теңгеге дейін. Кешегі матчты француздық жанкүйерлер небәрі 3800 теңгеге көрді. Кездесу Нимнің пайдасына 4-2 есебімен аяқталды. Уэльс ұлттық құрамасы мен мадридтік Реалдың вингері Гарет Бейл Атлетикоға қарсы дербиде 74-ші минутте гол соғып, Реал жейдесіндегі 100-ші голын тойлады. Лука Модричтің шығарған керемет пасын Гарет Ян Облактың қақпасына соқты. Алайда Бейл соғылған голдан кейін лайықсыз мәнерде тойлап өтті. Ойыншыны бәлкім дисквалификация күтіп тұрған болар. Қайткен күнде де статистикасымен құттықтап қояйық. Португалия ұлттық құрамасы мен Туриндық Ювентустың шабуылшысы Криштиану Роналдудың анасы Долореш Авейру рак ауруына ұшырады. 64 жасқа келген Мария Долореш денсаулығындағы проблемаларды жасырмады. Мадридте мен алғашқы операциядан өттім. Маған радиациялық терапия жасады. Қазірде мен денсаулығым үшін күресудемін деп Криштиан анасы Mirror тілшілеріне сұхбат берген болатын. Аналарымыз ешқашан ауырмасын десеңіз, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз жалғастырамыз. Француздық Эльки баспасы еуропалық футболшылардан жалақысынан топ тізімі ұсынды. Тізімнің нәтижесі бойынша әлемдегі ең көп жалақы алатын ойыншы Месси атанды. Бір айда Лео 8,3 миллион алады. Екінші орында әрине Криштиану Роналду. Бір айда португалдық жұлдыз 4,7 миллион алса, үштікке Антуан Гризман жайғасты. Француздық ойыншының жалақысы айына 3,3 миллион евроны құрады. Барселонаның президенті Хосеп Мария Бартомеу Мессидің клубтағы болашағы мен Барселонаның даму стратегиясы жайлы ойын білдірді. Күндердің күніде Лео Мессиде мансабын аяқтайды, сондықтан біз басымызды көтеріп алдыға қарауымыз керек. Командаға көптеген талантты жұлдыздар келді. Бұл орында мен әлі 2 маусым отырамын. Келесі президентке орнымды ұялмайтындай жағдайда бергім келеді деп BBC тілшілеріне сұхбат берген екен Бартомеу. Бейнероликке лайк басып, комментарияға келесі видеолардың тақырыбын ұсынуды ұмытпаңыздар. Арнамыздың басқа желдегі парақшаларына жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.